Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қисық бетімен жұмыс. Жаңа тақырыпты бастамастан бұрын Inkscape бағдарламасының терезесін есімізге түсірейік. Inkscape терезесінің бөліктерін ата. Бірінші бөлік жарайсың. Құрал саймандар жолағы. Екінші көрсетілген бөлік қалай аталынады? Жарайсың. Жиі қолданылатын құрал саймандар. Үшінші көрсетілген бөлік қалай аталады? Жарайсың. Мәзір жолағы. Төртінші көрсетілген бөлік қалай аталады? Жарайсың. Негізгі жұмыс алаңы. Оқу мақсаты: векторлық суреттер жасау және өңдеу. Бүгінгі үйренетініміз: Inkscape бағдарламасында қисық сызықтармен жұмыс жасау, векторлық суреттерді құру. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Базе қисығы Inkscape бағдарламасында құрал саймандар жолағында орналасқан. Ол мынандай бейнемен бейнеленген. Базе қисығы арқылы қисық салуға болады, және базе қисығының ерекшелігі қисықты дәлдікпен сызуға мүмкіндік береді. Базе қисығы құралдарын басқаннан кейін алдымызға 5 түрлі режим пайда болады. Бірінші режим базе қисығы деп аталынады. Екінші спиро сызығы. Үшінші B-spline қисығын салу. Төртінші кез келген бағытта түзу сызық салу. Және көлденең тік сызықтарды салу. Осы режимдер арқылы бағыттауышпен көрсетілген бейнелер салынады. Оқушылар, енді базе қисығын салу құралдарын Inkscape'да пайдаланып көрейік. Екінші режимді таңдап, бірінші ирек сызықты сызып көрелік. Және базе қисығын пайдалана отырып, мынандай фигураны сызайық. Келесі: және де бұру, айналдыру батырмаларының көмегімен фигураларымызды бұруға, орнын ауыстыруға, айналдырып қоюға мүмкіндіктер жасауға болады. Жобамызды сақтау үшін файл сохранить как батырмасын басып, жұмысымызға тақырыбын жазып сақтауға болады. Салынған қисық суреттерге сәйкес батырмаларды, яғни режимдерді орналастыр. Өзіңді тексер.
тапсырма. Оқулықта 63-ші беттегі дәптерге орындайық тапсырмасы. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.